Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Біз бүгін кабинет налогоплательщиктің настройкасын жасау бойынша нұсқалық түсіреміз. Браузерді ашамыз және кабинет налогоплательщик поиск жасаймыз. Бізге кабинет.салық.kz сайты шығады. Басамыз. Және бізде ең алғашқы қолданып жатқан кішілерде NCLR бағдарламасы орнатылмаған болуы мүмкін. Сол үшін ең алғаш NCLR бағдарламасын орнатырамыз. Установить батырмасын басамыз. Және мына жерден ссылкалар скачать ету үшін ссылкалар шығады бізге. Біз Windows-тың 32 бит, 64 бит екенін білу үшін мой компьютерға кіреміз. Және оң жағын басып свойствоны таңдаймыз. Бізге осы жерден қандай разряд? Мысалы 64 бит бізде. Осы жерде ссылканы 64 битті таңдаймыз. Сіздерде кей-кісілерде 32 болуы мүмкін, біреуде macOS болуы мүмкін. Бізде 64. Осы скачат етіп жатыр. Бізде скачат етіп бітті. Осының exe шығып тұрады. Установочный программа. Үстіне бір басамыз. Ары қарай далее. Өз бәрін автоматты түрде жасайды. Біз тек окей, далее деген сияқты басып тұрсақ болды. Сізден мына жерден уведомление шығады. NCLR бағдарламасы іске қосылды деп қазір. Вот, шықты. Ендігі кезекте бізге мысалы YT по ECP дейміз. Біз ключімізді таңдаймыз. Бізге мысалы бірінші негізі модул орнату керек еді, бірақ қате кей-кісілерде модул орнатылмаған қатені көрсетейін деген. Модул орнатылмаған үшін бізде ключті оқымайды ары қарай. Сол үшін уведомление шығамыз да NCLR осы белгі оң жағын басамыз. Управление модулами. Және де списоктардан модул KNP деген таңдаймыз. Нет болып тұр міне бізде. Осы кабинет налогоплательщиктің модулы бұл. Установить модул. Птичканы қойып. Және кішкене күтеміз. Перезапустить. Қазір NCLR қайттан іске асады. Вот міне. Бетті обновить етіп жіберемізді. Ары қарай YT по ECP. Ключімізді таңдаймыз. Пароль. Міне оқып жатыр енді. Кабинетке сәтті кірді. Осы жерден өзімізге керекті заттарды алып аламыз. Сәттілік, сау болыңыздар. Қолдау көрсетіп, подписка жасап, лайк басып қойыңыздар. Рахмет.